Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум достар. 2 жыл болды мына жерге келетін. 2 жыл болды. Бірақ олар ешқандай өзгерістер жасалған жоқ. Сол үшін тамашалаңыздар осы бейнені көріп. Не, 2-ші жыл кетті. 2 жыл болды. Мына жерге келем. Сұраймын, неге қазақ тілі астында тұр? Солар маған айтады, істейміз. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бауырым? Міне уже 4-ші рет келіп тұрмын. Не болды? 2 жыл болды. Не болды? Қанша рет сұрадым, неге қазақ тілі астында тұр? Ана хозяин тұрды. Қайда ол? Шақыр. Мен шақырамын, бар шақыр. Сен жұмысың қытшы, мен неге сен кетіп жүрмін? Попроще сөйлесің кішкене. 4 рет келдің. Келдім, неге ауыстырмай етсіңдер? Неге істемейсіңдер? Неге істемейсіңдер заң бойынша? Неге қазақ тілі астында тұр? Қайда шақыр бастықты? Қайда бастық? Шақыр мына жерге. Барып тапына. Қазақ тілі сыйламайтын болды ғой? Қазақ тілі сыйламайсыңдар ма не? Неге қазақ тілі астында тұр? Неге орыс тілі үстінде тұр? Заң бойынша қазақ тілі үстінде болу керек. Мен уже 2 жыл болды мына жерге келем. Саған мен қазақ тілінде сөйлеп тұрмын, өзің өзбек болдың. Маған бәрібір қандай ұлтың сен? Маған тоже бәрібір қалай жазу тұрса. Қалай бәрібір? Заң бойынша істейсің енді. Қалай мен істеп? Кәдімгідей істе уже 2 жыл болды мына жерге келем. Қыртпай біле. Попроще сөйле, қалай қыртпай біле дейсің? 4 рет түсіндірдім. Қалай біле дейсің? Неге боқтайсың? Мен өзіме боқтап тұрмын. Құтырып кеттің ба не? Сен құтырып жатырсың. Сен құтырып жатырсың. Неге қазақ тілі төменде тұр ма? Хозяин басқа деп. Қайда хозяин сен? Шақыр мына жерге. Қайда бастығы сен? Қайда газелде тұр? Шақыр мына жерге. Бөле болды ғой қазақ тілі сыйламайтындар. Қайда бастық? Құтырып кетті ғой мыналар. Қайда қазақ тілі сонда? Өзбекстанда жүрсем, өзбек тілі астында тұрса, сен қалай қарайсың сол кезде? Өзбекстандан емесің. Қайдан енді? Қырғызстанда қырғыз тілі астында тұрса, қалай қарайсың сонда? Сыйламайсыңдар ма қазақ тілінде? Қай мемлекетте жүрсіңдер? Неге қара шаңыраққа қарамайсыңдар? Неге сыйламайсыңдар? Біле дейсің еще маған. Кім саған сонда? Кім саған құқық берген мені боқтауға? Кім саған құқық берді мені боқтауға? Кім саған рұқсат берді сонда? Кім сені боқтады? Мен сені боқтадым ба? Айтшы маған. Мен сені боқтадым ба? Боқтадың жаңа ғана, біле дедім. Хозяин өзі білет деп атырмын. Сен біле дедің, бейнеде бар ол. Хозяин білет дедім. Хозяин білет дедім. Қалай не? Білмеймін, қазақ тілі төменде тұрмау керек. Мен өзбек болып, өзбекше сөйлеген жоқпын саған. Маған бәрібір сен қандай ұлт? Өзбексің ба, қазақсың ба? Мына қалай жазу? Қалай бәрібір? Сен осында түсеватсың не? Соған мен 3 рет айттым. Теңге алыватсың мына жерде. 3 рет айттым мен саған. 3 рет айттың. 3 рет айттым. Қайда бастық? Шақыр мына жерге. Осында жүр. Номерін бер. Номеріңді тапып ал өзің. Номерін бер, шақырам өзім мына жерде. Ана орыс жігітке қазақша сөйле. Сөйлеймін сен, сомнением бар ма менде? Сен маған сомнением. Сен ойлайсың, мен тек өзбектерге жақындайым деп ойлайсың ба не? Конечно. Каналды қара, бәріне жақындайым. Ұлтқа қарамай мен, түсіндің ба? Қызық қой мыналар. Салам алейкум. Қарбыздар қанша тұрады? 150. Қазақша айтшы. Қазақша деймін. Қазақша қалай болады? Не понял. Қазақша қалай болады сол? Бағаны айтшы. Бағаны айтсайшы, қанша болады? Түсінбедім сіз? Сізге не керек? Мен өзім білем, мен заңды бұзып атқан жоқпын. Сізге не керек? Сізге не? Маған сол керек. Маған керек, қазақ тілі керек. 150. Сіз аудармашысыз ба не мына жерде? Барыңыз, сіз мұнда істемейсіз. Анау кісі маған. Шақырыңыз полицияны. Шақырыңыз полицияны. Шақырыңыздар. Мен 2 жыл болды мына жерге келетін. 2 жыл болды мына жерге. Мыналар қазақ тілі сыйламайды. Не? Қазақ тілі астында тұр. Шақырыңдар полиция. Шақыр полицияны. Шақырыңдар мына жерге. Не мына кісіден перегар арыз жазам, не қараңыздар. Сен массың ғой, қалай мас болып тұрсың, Қалай мас болып мұнда жұмыс істейсің, Ходит, провоцирует. Қанша тұрады, қазақша жауап бер маған, білмеймін. Мен кетпеймін мына жерден, енді полиция шақырам қазір мына жерге. Неге мынау төменде тұр, заң бойынша үстінде болу керек. Не қараңдар, қандай мында нелер, қоқыстар жатыр. Қазір мен айналып шығайын. Міне, мына жерде арақтың пробкалары, мына жерде шет. Қанша мусорды қараңдар, мусорды. Неге соны қарамайды? Біздің полиция, міне қараңдар.
мемлекеттік тілді сыйламайды мыналар. Қанша қоқыстар жатыр міне артында. Қазір полиция шақырдым, келсін. Сіз неге мына жерде темек шегесіз? Темек неге шегесіз мына жерде? Мына жерде тамақ сататын жер, адамдар өтеді. Неге темек шегесіз мына жерде? Міне. Мына жерде темек шегуге болмайды. Сен қалай сол қарбыздарды сатасың мына жерде темек шегіп? Бар лақтыр ана темек. Не, мынау сатушы мас темек шегет мына жерде. Мынау арбуздарды сатады. Не қараңдар. Осылар міне қазақ тілі сыйламайтындар, осындайлар. Қазақ тілі міне төменде астында тұр. 2 жыл болды мына жерге келем. 2 жыл болды. Ассаламағалейкум. Құжаттарыңыз көруге бола ма? Әрине болады. Басқа нелерді алып тастаңыз. Майор полиции Акимжанов Азамат Арманович Годин деген көрсетіңізші. Жақсы. Не қараңыз, мен сізді шақырдым мына жерде. Не үшін? Бірінші, мынау сатушы, перегар, мас өзі. Мына жерде темек шегіп тұр. Және маған мемлекеттік тілінде сұрақтарға жауап бермейді. Мынау қарбыз қанша тұрады, түсінбейді. Не, мына кісі не, білмеймін, ары жазайын ба, не істеймін. Осы мас кісі, не, перегар бар. Осы бірінші. Және арғарай. Міне қараңыз, үстінде овощи и фрукты үстінде тұр. Ол заң бойынша бұзушылық. Үстінде қазақ тілі болу керек, заң бойынша. Міне қараңыз. 2 жыл болды мына жерге келем, жай сөзбен айтам, істеңдер деп істемейді. Сосын арғарай, жүріңіз. Міне осы кісі жаңағына мені қазір бенен көреміз, біләт деген сөз. Ол айтады, біләт деген ол қандай? Өзбекше білет деген біздің. Қазір соны көрейік. Менің ойынша маған басыңды қатырма, кет қалшы деп, маған бәрібір мынау қай тілінде тұрады. 2 жыл болды мына жерге келем, әрі сол заңбұзушылық тұр. Сол үшін мен айттым, бастықты шақыр мына жерде. 2 жыл болды. Хозяин жоқ. Қайда ол? Тартен келеді, кешке. Кім ол хозяин? Фамилия? Шақыр, айт, неге аламын? Өзгерттім. Қазақшасын түсініп 2 жыл болды. 2 жыл. Айттым, өзгерткен жоқпын ғой. Мен бастық емес болсам, сен осы жерде түкіндігінде тұрсын ғой осы жерде. Сен ананы түсінеді, жақсы. Қашан жағатындар енді? Мен қалай, жай, біздің енді қарапайым сөзбен түсіндірдім келіп, бауырлар, сесіңдер. Заң бойынша енді солай болу керек қой. Мына кісі айтады, мен өзбекпін, мен айтам, бәрібір маған, сен өзбек болсан, орыс болсан, қазақ болсан, сендер бизнес жасайсыңдар ма, заң бойынша істеңдер. Сол қазір 2 арыз жазам. Ана кісіге, білмеймін, ана кісіге қалай ол мас болып тұр. Сіздер енді өзіңіз бірдеме істеңіздер. Группа шақырыңыздар, ол мына жерде мас болып сатып жүр. Ау, есть документы, вы посмотрите, личность есть, вот, да? Дома где живете? Здесь? А почему вы пьяный здесь работаете, на рабочем месте? Вчера день рождения просто было. Почему курите здесь, на этом месте? Сколько раз я подходил, вам говорил? Почему курите? Вы продаете продукты здесь? Здесь люди ходят, дети ходят. Почему курите здесь? В нетрезвом состоянии, в неопрятном виде стоит здесь. У меня просто я в рабочем. Я же не должен. Господин полицей, бірдеме істеңіз мынаны. Білмеймін, мынау болмайды сатуға. Қайда, свидетельство апарасыз ба мынаны? Мен бірінші арыз жазайын. Иә. Мынау пак. Машинаға барып жазайық. Иә, жүріңіз. Бастықты шақырын. Бастық келмесе ешқайда кетпеймін мен, сразу айтам. Сіз ба мұнда бастық? Жоқ. Темек шегіп тұрсыз ба? Мен машинамен кетіп отырмын. Неге темек шегесің мына жерде? Қай жерде? Мына жерде, міне темек шегіп тұрсыз ба? Міне, темек шегіп тұрсыз. Мына жерде темек шегуге бола ма? Міне қараңыз, темек шегіп тұр мына жерде. Сосын міне мынаны көрсеткім келеді, полицейский мырза. Міне артын қараңызшы. Мыналардың қоқыстар бәрінде. Мына быт қалай? Қанша болды мына жерде? Жатады солай. Мыналар өздері арақ ішеді мына жерде, темек шегеді, быт болды мына. Қаланың орталығы.
Міне осы қоқыстарды міне жинап жатыр мыналар. Мен келмесем, айтпасам жинамайды. Міне осы кісіні мына жерге алып келдік. Осы участок қазосвидетельствониеға апарады. Мен талон хабарлама алам. Мына кісіні неге апара жатыр освидетельствониеға. Және мынандай талон хабарлама берді маған. Сау болыңдар.